Үш көбелек. Күн шуақты алаңқайда апалы сіңілілі үш көбелек тату-тәтті өмір сүріпті. Олардың біреуі ақ, екіншісі қызыл, үшіншісі сап-сары екен. Көбелектер гүлден гүлге қуана ұшып қонып, өмірлерін көңілді өткізіпті. Бірде тасыр-тұсыр етіп жаңбыр жауып кетеді. Көбелектердің қанаттары дымқылданып, қайда тығыларын білмей дал болады. Ал себелеп жауған жаңбыр тоқтар емес. Малмандай су болған көбелектер Лалагүлге келіп, Лалагүл, бізді жаңбырдан тасалашы, деп өтінеді. Лалагүл: жарайды, ақ көбелектің түсі маған ұқсайды екен, мені сай аласын. Ал қызыл сары көбелек басқа жерге тығылыңдар, деді. Мұны естіген ақ көбелек: менің әкпелерім су болып жүргенде, жалғыз өзім сенің саяңда қалай жайбарақат отырамын. Оларды да тасаңа тыға алмасаң, онда мен де отырмай-ақ қояйын, деп ұша кетеді. Үшеу ұшып келеді. Жаңбырда қоятын түрі жоқ. Қараса, үлкен қызыл қызғалдақ өсіп тұр екен. Қызғалдақ, мүмкін болса жаңбыр сая барлағанша біз сенің ығыңа тығыла тұрсақ бола ма? Қызыл көбелек маған ұқсайды, соны аялайын. Ал ақ көбелек пен сары көбелек басқа орын іздесін, деді қызғалдақ. Бұған ренжіген қызыл көбелек: сен менің әкпелеріңді қабылдағың келмесе, маған да көмектеспей-ақ қой. Тоңсақ бірге тоңайық, деп ұшып кетеді. Қызыл көбелек қараса, алдарында үлкен сарғалдақ өсіп тұр. Олар гүл жанына ұшып келіп: о, тамаша сарғалдақ, жаңбыр тоқтағанша сен ықтай тұрайықшы, деп өтініш жасайды. Жарайды, мен өзім түсте сары көбелекті жаңбырдан қорғай тұрайын. Басқаларың өзге жер іздеңдер, деп жауап қайырады. Жоқ, сен менің әкпелеріме көмек бере алмасаң, мен де сені паналамаймын. Одан да су болғаным артық, деп жауап қайырып ұшып кетеді. Көбелектердің бұл сөздерін бұлттың ар жағында тығылып тұрған күн естіп қалады. Күн көбелектердің өзара татулығына, ауызбіршілігіне қуанады. Оларға көмектесуге ұйғарады. Күн бұлттарды ыдыратып жіберіп, аспанға жарқырап шыға келеді. Жылы шуақтарымен көбелектердің су болған қанаттарын кептіріп, алтындай сәулелерімен арқаларынан сипайды. Қуанған көбелектер қанаттарын шаттана қағып, қайтадан көңілдене бастайды. Алаңқайдың көркін кіргізіп, әрі-бері ұша бастайды. Бірақ мұнан кейін олар ешқашан Лалагүл, қызғалдақ және сарғалдақ гүлдеріне қонбайтын болыпты. Шын достар тек қиындықта сыналады деген сөз содан қалса керек, балалар.